Облыс орталығында балалар мен жасөспірімдер арасында шахматтан ашық біріншілік өтіп жатыр. Ой мен тапқырлықтың сайысында 7 жас ерекшелік бойынша барлығы 70-тен аса үміткер бақ сынады. Арасында алғашқы жеңімпаздар да анықталып үлгерді. Анастасия Клюкина турнирге Ғабит Мүсіреп ауданы Новоишимк ауылынан келген. Білес шахмат мектебінің оқушысы ойын басталғаннан-ақ өз жылдамдығы мен тапқырлығын дәлелдеп үлгерді. 7 жасар қыз 15 минутта рабит әдісі бойынша өз қарсыласын жеңіп, чемпион атанды. Мен шахматты мәдениет үйіндегі Білес мектебінде үйрендім. Маған шахмат ойнаған ұнайды, әрі қызықты. Осы сайыста 7 қарсыласпен ойнап үлгердім. Шахмат балалардың ой өрісін дамытып, олардың бос уақытын тиімді өткізуге арналған ойын түрі. Үстел ойында балалар жылдам шешім қабылдап, білім көкжиегін арттырады. Здесь участвует. Турнир 3 күнге созылады. 2 күн бойы аула клубтарының оқушылары, тәлімгерлер қатысса, 3-ші күні әуесқойлар бақ сынайды. Ашық біріншілік 7 мамыр отан қорғаушылар және 9 мамыр жеңіс күніне орай ұйымдастырылды. Айта кетейік, ой мен тапқырлық сайысында 7 жас ерекшелік бойынша барлығы 70-тен астам спортшы қатысып жатыр. Жайна Черниязова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.